Сіздер ма, құрметті оқушылар? Дене шынықтыру сабағы бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ ойынының шығу тарихы. Сабақтың мақсаты тоғызқұмалақ ойынының тарихын, өміршеңдігін түсіндіру, тоғызқұмалақ ойыншының жылдам ойлауына, есептеудің түрлі тәсілдерін меңгеруіне ықпал ететіндігін ұғындыру. Тоғызқұмалақ ойынының шығу тарихы. Тоғызқұмалақ ойынының сақ ғұндар дәуірінен бері қарай 4000 жылдық тарихы бар. Оны түркітілдес халықтардың ішінде қырғыз, өзбек, қазақ, қарақалпақ, түрік және алтай елдерінде ойнаған. Түркі тілдес халықтардың тоғызқұмалағы. Тоғызқұмалақты қойшылар алгебрасы деп те атайды. Себебі бұл ойынды алғашында өрісте қойларын жусатып жіберген қойшылар қой құмалағымен ойнайтын болған. Жерден де ұя шұңқырлар қазылып құмалақпен ойналған. Бұл ойын қазір 18 отау және 2 қазаннан тұратын арнайы тақтада 162 таспен ойналады. Тойшылардың тоғызқұмалақ тақтасының үлгілері. Ата-бабаларымыз ойнаған тастан қашалған тоғызқұмалақ тақталары. Алматы облысы Түлкібас ауданынан табылған тоғызқұмалақ тақтасы. Тараз қаласы Қарахан кесенесіндегі тоғызқұмалақ тақтасы. Тоғызқұмалақ ойыны халық арасында кеңінен тарап, ата-бабаларымыздың аманаты ретінде ұлттық мұраларымыздың біріне айналды. Кезінде тоғызқұмалақты халқымыздың ұлы перзенттері Абай, Шоқан, Бауыржандар да айрықша ұнатып сүйіп ойнаған. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың мұражайда сақталған тоғызқұмалағын көріңіздер. Тоғызқұмалақ тақтасының түрлері. Жаңа дәуірдегі тоғызқұмалақ ойынының тақтасы. Бүгінгі күнгі тоғызқұмалақ тақтасы. Ал балалар, мұнда сендерге бекіту сұрақтары төменде көрсетілген. Тоғызқұмалақ ойыны туралы не білесіңдер? Тоғызқұмалақ ойынның қанша жылдық тарихы бар? Ұлы адамдар тоғызқұмалақты жақсы ойнай білген. Қандай ұлы адамдарды білесіздер? Ал енді үй тапсырмасына назар аударыңыздар. Тоғызқұмалақ ойынның шығу тарихы туралы эссе және бекіту сұрақтарына берілген сұрақтарға жауап жазып жіберіңіздер.